Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 105-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Қазақ халқының ұлы ағартушылары. Бүгінгі сабақта сендер 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтуді үйренетін боласыңдар. Бірінші есеп Абай Құнанбаев туралы. Абай Құнанбаев ұлы ақын, философ, ағартушы, аудармашы. Абай мұрасы қазақ мәдениеті мен әдеби тілінің дамуына үлкен ықпал жасады. Оның шығармалары басқа тілдерге аударылуы арқылы дүние жүзіне тарады. Абайға Қазақстанда және әлемнің көптеген қалаларында ескерткіштер қойылған. Тапсырма сендерге өрнектердің мәнімен сәйкестендіріп, олардың қайда орналасқанын анықтаңдар. Өрнекті сәйкестендіру керек. Мәскеуде орналасқан, яғни 125-ті 2-ге көбейткен кезде 250, бізде екінші ескерткіш Мәскеу қаласында орналасқан. Келесісінде 214-ті 2-ге көбейтеміз, бұл бізде 428 шығады. 428 бізде бірінші ескерткіш, бұл Қазақстанда орналасқан Алматы қаласында. Келесісінде Венгрияда орналасқан 235-ті 2-ге көбейткен кезде 470 бізде соңғы ескерткіш, яғни соңғы тұрған ескерткіш бізде Венгрияда орналасқан. Келесісінде 36-ны 2-ге көбейтеміз, 72, яғни Қазақстан, Астанада, яғни 72 үшінші ескерткіш. Соңғысы 323-ті 2-ге көбейткен кезде 646 шығады. Бізде 646 төртінші ескерткіш, бұл бізде Египетте орналасқан екен. Екінші есеп амалдарды орындалу ретін анықтау, оларды баған түрінде жаз және есепте. 800 азайтылған 223 пен 3-тің көбейтіндісінен. Яғни 223-ті 3-ге көбейткен кезде 669 шығады. 800-ден 669 азайтқан кезде 131 шығады. Келесісінде 444-ге 2-ні көбейтеміз, 888 болады. 888-ден 378-ді азайтқан кездерінде 510 шығады. Міне осылай баған түрінде шығарасыңдар. Келесі 3-ші есеп шартты есеп. Мұқият тыңдаймыз. Балалар әдебиеті залынан дүйсенбі күні 112 оқырманның әрқайсысы 3 кітаптан, яғни әрқайсысы деген сөз бір бала 3 кітаптан алды деген сөз. Ал сейсенбі күні 114 оқырманның әрқайсысы 2 кітаптан алды. Оқырмандар 2 күнде барлығы қанша кітап алды? Енді бірінші біз дүйсенбі күндегі қанша кітап алынған табуымыз қажет. Яғни әрқайсысы деген сөз бір бала 3 кітаптан алса, 112-ні 3-ге көбейтеміз, 336 болады. Дүйсенбі күні 336 кітап алды. Ал енді сейсенбі күні анықтайсыңдар. 114-ті 2-ге көбейтесіңдер, өйткені әр бала 2 кітаптан алғандықтан 228 шығады. Сейсенбі күні 228 кітап алды. Енді барлығын табу үшін 336-ға 228-ді қосасыңдар. Сонда 564 шығады. 2 күнде барлығы 564 кітап алды. 4-ші есеп есепті шығар. Абайдың қара сөздері 184 беттен тұрады. Егер 12 күнде 4 беттен оқылған болса, оқылмаған қанша бет қалды? Енді біз барлығы белгілі бізде, сондықтан біз 4 күнде, 12 күндегі біз бетті табуымыз қажет. 12 күнде неше бет оқыған? Ол үшін 12-ні 4-ге көбейтеміз, 48 болады. Демек, 48 бетті оқыды. Енді оқылмаған бетті табу үшін 184-тен 48-ді азайтамыз. Сонда 136 болады. Оқылмаған әлі 136 бет қалады. 5-ші есеп, бұл да шартты есеп. А тапсырмасы балаларға арналған 2 кітапқа 600 теңге төленді. Осындай 3 кітапқа қанша теңге төлеу қажет?
Енді сендер 2 кітап алдыңдар, 600 теңге төледіңдер. Енді бір кітаптың құнын табу үшін 600-ді 2-ке бөлесіңдер, 300 болады. Демек, сендердің алған кітаптарың, бір кітаптарың 300 теңге тұрады. Енді 3 кітапты алу үшін 300-ді 3-ке көбейтесіңдер, сонда 900 болады. Сендер 3 кітап алу үшін 900 теңге төлеулерің қажет. Ә тапсырмасы: берілген есепке кері есеп құрастырып, оны шығар. Енді кері есеп құрастырамыз. 3 кітапқа 900 теңге төленді. 600 теңгеге неше кітап алуға болады? Ол үшін бір кітаптың бағасын табу қажет. 900-ді 3-ке бөлесіңдер, 300, демек бір кітап 300 теңге болса, 600 теңгеге неше кітап алуға болады? Ол үшін 600-ді 300-ге бөлесіңдер, 2 кітап болады. Демек біз 600 теңгеге 2 кітап аламыз деген сөз. 6-шы есеп: өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Енді есепті мен құрастырамын, сендер де дәл осылай жазсаңдар болады, немесе өздерің басқа өрнекпен, осы өрнек бойынша басқа есеп құрастырсаңдар болады. А тапсырмасы: ақ түйме 2 данадан 123 теңгеден 2, бір данасы 123 теңге деген сөз ғой. Қара түйме 240 теңгеден. Енді біз неше төлеуіміз қажет, анықтауымыз қажет. Ол үшін ақ түйменің біреуін біз 123 теңгеден алсақ, 2 түймені біз 246 теңгеге аламыз. Ал енді қара түйме 240 теңге. Енді барлығын табу үшін бізде қосу амалы берілгендіктен 246-ға 240 қосамыз, 486 шығады. Барлық түймеге біз 486 теңге төлеуіміз қажет. Ал енді келесінде азайту амалы берілген. Болды 500 теңге. Сендерде 500 теңге болды. Сендер 32 теңгеден 3 сызғыш алдыңдар. Енді сендерде неше теңге қалды? Оны табу үшін сендер барлығы 3 сызғышқа неше ақша кеткен табу үшін 32-ні 3-ке көбейтесіңдер, 96 болады. Енді 96 теңге жараттыңдар, 500 теңге бердіңдер. Енді сендерге қайтарымы десек болады, 500-ден 96-ны азайтамыз, 404 теңге қалады, немесе 404 теңге сендерге қайтарып береді деген сөз. 7-ші есеп: амалдардың орындалу ретін анықта, оларды баған түрінде жаз және есепте. 900 азайтылған 103 көбейтілген 2 қосылған 170. Бірінші көбейту амалы орындалады. 103-ті 2-ке көбейтесіңдер, 206 болады. Енді солдан оңға қарай орындаймыз. 900-ден 206-ны азайтамыз, 694 шығады. Енді 694-ке 170-ті қосасынар, 864 шығады. Міне осылай қалған есептерді шығарасынар. Бірінші көбейту амалы орындалады, содан кейін қосу және де солдан оңға қарай орындалады. Оны да ұмытпаңдар. 8-ші есеп: көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 1 центнерде бізде 100 килограмм бар. Енді 2 центнерде 200 килограмм бар. 200-ге 60-ты қоссаңдар, 260 килограмм болады. Бізде үлкен өлшем бірлікті кіші өлшем бірлікке айналдыр деген сөз. 2 центнерді 6 килограммға айналдыр. 2 центнер 6 килограммды килограммға айналдырған кезде 2 центнерінде 200 килограмм, 200-ге 6-ны қосасыңдар, 206 килограмм болады. 520 килограммда неше центнер, неше килограмм бар? 1 центнерде 100 килограмм болса, 500 килограммда 5 центнер 20 килограмм болады. 98 дециметр, 10 дециметр 1 метрге тең. Сондықтан сендер 98 дециметрде 9 метр, 8 дециметр бар деген сөз. Келесі: 2 сағат 2 минутты минутқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. 60-ты 2-ке көбейтеміз, 120, 120-ға 2-ні қоссаңдар, 122 минут болады. 3 сағат 4 минутты айналдырған кезде 1 сағатта 60 минут бар. Енді 3 сағатты табу үшін 60-ты 3-ке көбейтесіңдер, 180, 180-ге 4-ті қосасыңдар, 184 минут болады. 7 сағат 30 минутты минутқа айналдырған кезде дәл солай сағатты минутқа айналдырамыз. Ол үшін 60-ты 7-ге көбейтеміз және де оған 30-ды қосамыз. Сонда бізде 450 минут болады.
Келесі 3 метрде неше дециметр, неше сантиметр бар дейді. 1 метрде 10 дециметр бар. 3 метрде 30 дециметр болады. 3 метрде 300 сантиметрге тең деген сөз. Және де 9-шы есеп. Бірінші суретке мұқият қара. Екінші суреттегі таразының бос табағына қанша алмұрт салу қажет? Міне суретке назар аударамыз. Екі жағы да тең болып тұр. Енді келесісін табу үшін екінші суреттегі таразының бос табағына қанша алмұрт салу керек? Ол үшін бірінші суретке назар аударамыз. Біріншісінде 1 алмұрт берілген, және де 4 алма берілген. Келесіне 2 алмұрт берілген, және де 2 алма берілген. Міне теңесіп тұр. 4 алмаға 1 алмұрт, және 2 алмұрт, 2 алма теңесіп тұр. Енді келесінде неше алма бар? Бір жағында, яғни сол жағында 6 алма бар. 6 алма, демек 6-ны 2-ке бөлеміз, 3 болады. Демек біз бос табаққа 3 алмұртты салуымыз қажет. Міне осылай есептерді шығарамыз. Бүгінгі сабағым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.